Саламатсыздар ма, құрметті металлургия білім беру бағдарламасының студенттері? Хром қорытпалар өндірісінің теориясы және технологиясы пәні бойынша дәріс нөмірі 5. Жоғары көміртекті феррохром өндірісінің даму бағыттары. Дәріс беруші Әбдіршит Асылбек Мәлімханова. Дәріс жоспары. Жоғары көміртекті феррохром өндірісінің классикалық технологиясы және оның кемшіліктері. Жоғары көміртекті феррохром өндірісінің даму бағыттары, негізгі бағыттары. Оптокомпу және SPS примус технологиялары. Тұрақты пештерді қолдану және негізгі даму бағыттарын салыстыру. Бұл жерде жоғары көміртекті феррохром өндірісінің классикалық технологиясы. Ең бірінші шикра материалдары хром кені, кокс, және де кварцит келеді. Келген материалдар тәуліктік бункерге жүктеледі. Тәуліктік бункер арқылы дозаторларға жүктеледі. Дозаторлардың көмегімен бұл пештік бункерге келеді. Пештік бункерден кен тотықтырғыш пештерге балқытылады. Балқыту нәтижесінде металдық шөмішке құйылады және шлакқа құйылады. Ал шөмішке құйылған металдар ары қарай пластиналарға құйылып, металдың құю аймағына өтеді. Ал шыққан шлактар бұл яғни шлактық ямаларға құйылады. Ал алынған металдар бұл металды ұсақтау бөліміне барып, әртүрлі фракцияда сортталып, металл жаңағыдай сатылатын аймаққа көшіріледі. Жоғарғы көміртекті феррохромның балқытудың техника-экономикалық көрсеткіштері. Бұл жерде екі өндіріс орнын қарастырайық. Ол Казхромтранс ұлттық компаниясы және Самансор. Казхромтранс ұлттық компаниясында Ақтөбе ферроқорытпа зауыты, Ақсу ферроқорытпа зауыты және Ақсу ферроқорытпа зауыты қуаттылығы бойынша 27,6, 33, 63. Ал Самансор компаниясында бұл яғни 63, 63, 63. Бұл әрбір мидли брунг, феррометаллс бұл жерде қуаттылығы өте жоғары. Сәйкесінше металға жұмсалатын электроэнергиясы төмен, хромның мөлшері жоғары болып тұр бұл өндіріс орнында. Және де шығындалатын хром мөлшері төмен, барлық көрсеткіштер бойынша төмен, бірақ алынатын металдың мөлшері және оның түсімі жоғары. Классикалық технология кемшілігі. Ақтөбе ферроқорытпа зауытында көміртекті феррохромды балқыту негізгі параметрлері алдыңғы қатарлы шетелдер компаниялары Самансор, Оптокомпу, Экстрата салыстыратын болсақ, келесі кемшіліктері анықтауға болады. Бірінші, қуаттылығы төмен ескі электр пештер паркі бізде 16-27 мегаватт, ал шетелдерде 60-78. Келесі, автоматтандыру деңгейі төмен, балқыту, шүй құрамды дайындау, балқыманы шығару, сату, металл сылағы, шикізатпен дайындау сапасының процестері автоматтандырылған. Жұмыскерлер саны бізде қарағанда яғни 7-10 есе төмен. Сәйкесінше еңбек өнімділігі төмен. Келесі, шикізат пен электроэнергиясы шығыны жоғары, алдыңғы қатарға қарағанда олар энергия шығыны 25%-ға төмен, ал түсімі 15%-ға жоғары. Сосын жиі күрделі өңдеу қажеттілігі бізде жиі, ал шетелдерде 18-20 жыл. Жоғары көміртекті феррохром балқыту негізгі бағыттары. Соңғы 10 жылдықта дүние жүзінде феррохром өндірісінің дамуы негізінен төменгі
тенденцияларға байланысты жүреді. Ол яғни қоршаған ортаны қорғау заңнамаларының күшеюі және электр энергиясы кокс құнының артуы технологиялық өзгерістерді арқылы жоғары эффективті пештер және экологиялық таза үрдістерге көшуге мәжбүрлейді. Пеш газдарының көмегімен шикіұрамды алдын ала қыздыруды балықты дүние жүзінде бұндай оң қорғауы бар. Хром кендерін алдын ала пештен тыс тотықстандыру. Экстрата компаниясы бұл технологиясы 600 тонна феррохром балқытуда. Келесі хром кендерін кесектеу. Келесі жабық және герметикалық пештерде қолданылады. Одан кейін тұрақты пештер ішке қолданылады. Қазіргі таңда Ақтөбе ферроқорытпа заводында 4 жоғары өнімділікте пеш жұмыс жасауда. Сонымен жүргізілген сараптама нәтижесінде келесі бағыттар бойынша дамиды. Бұл яғни оптокомпу бұл шикіұрам материалын алдын ала ірі герметикалық пештерде қыздыру технологиясы, SR Primus технологиясы бойынша хром кенін алдын ала пештен тыс тотықстану, ыстық шикіұрам материалдары бойынша балқыту. Келесі ұсақ кен хром кендерін коксты тотықстандыру арқылы қож мен металды бөлек шығаратын тұрақты пештерді қолдану. Оптокомпу технологиясы 20 ғасыр 80 жылдарда бұл Финляндияда пайда болды. Негізгі ерекшеліктері ұсақ хром кендердің түйіршіктелуі, шикіұрамның қыздырылуы, герметикалық пештерде қолдану, суы бай пеш газдарын шикентастарды күйдіру, коксты кептіруге және шикіұрамды қыздыру қолдану. Артықшылығы электр энергиясы 25%-ға төмен, хромның түсімі 10%-ға дейін жоғары, суы газын пайда асырылуы 100%. Кемшілігі шикіұрам сапасына қойылатын талаптар жоғары, сосын тотықстандырғыш ретінде тек қана кокстың қолдануы. Бұл яғни жаңа оптокомпу технологиясының жалпы сапасы. Бірінші кен келеді, оны измещение жасайды, одан фильтрация өткізеді, одан смешивание жасайды, араластырады. Араластыру нәтижесінде кішкентай акатчтар алынады. Бұл акатчтарды яғни күйдіру нәтижесінде бұны жаңағыдай шехтаға алдын ала жібереді. Ама шыққан газдар арқылы өзіміз алдында айтып өткендей акатчты күйдіріп аламыз. Келесі Primus технологиясы. Бұл технология 20-70 жылдарда Жапонияда Шкода Денка компаниясымен жүзеге асырылды. 2006 жылы бұл үрдіс жетілдіріп Primus технологиясы ретінде қайта патенттелді. Ерекшеліктері хромды кен тотықстандырғыштар мен түйіршіктелуі, шикім тастардың айнымалы немесе табанды пештерде күйдіріп тотықстандыру және пешке ыстық күйінде берілуі. Артықшылығы өте төмен электр энергия 40%-ға дейін, кокстың хромның түсімі 10%-ға жоғары, суының яғни пайда асырылуы және кокстың 40% ауыстырылуы. Кемшіліктері күрделі аппараттарды қолдану және күрделі қаржы жоғалуы. Келесі суы газын көп мөлшерде түзуі, одан кейін тотықстандыру және балқыту үрдісінің синхронизация қажеттілігі. Яғни бұл Primus технологиясы бойынша технологиялық сұлбасы. Келесі тұрақты пештерде балқыту. Жоғары көміртекті феррохромды балқытатын алғашқы тұрақты тоқпыш оңтүстік Африканың Саманкор компаниясының 80 жылдар ішке қосылды. Ерекшеліктері пешке берілетін тоқтың тиристорлы түзегіштерді тұтануы, бір ғана графиттелген электродпен тоқ өткізетін пештің түбі, шикіұрамның қабатынсыз ашық ваннада жұмыс істеу, доғаның жоғары температурасы, металл мен қожының бөлігі ағымды өзектер арқылы шығару, шикіұрамның меншіктегі электр кедергісіне тәуелділігі. Бұл артықшылығы ұсақ хром кені тотықстандырғыштар фюзтерді қолдану арқылы шикіұрамды дайындауға шығындардың төменділігі, металл мен қожды бөлек шығарылуымен металл жоғалым азаюы, хромның түсімі 90%-ға артуы, әрі қымбат дефицит коксты толығымен көмір немесе ацетатпен ауыстырылуы, ұсақ феррохром және металл құрамдас материалдар қайтап алу мүмкіндігі, балқыту үрдісінің тез реттеу мүмкіндігі. Кемшіліктері шикіұрам қабатынсыз ашық ваннада жұмыс істеу нәтижесінде жоғары жылу жоғалымды
төмен жылулық пайдалы әсер коэффициентін сәйкесінше тұрақты пештерде электр энергия шығыны жоғары болады. Бұған келесі факторға жауап береміз. Ашық тоға мен балқыма ваннасындағы энергия сәулеленуі арқылы күмбез бен қабырғаларға берілуі. Жоғары температуралы тоға аймағында материалдардың булануы, ыстық газдарды, келесі ыстық газдар жылуы, шикром материалдарының берілуі. Бұл хром түсі бойынша дәстүрлі оптокомпы премус және тұрақты пештерді балқыту. Яғни тұрақты пештерді балқыту ол хром түсін жоғарылатады. Мынау электр энергия шығыны, бұл салыстыратын болсақ, премус технологиясы басқа технологиялардан төмен. Кокстың қоспада үлесі, бұл жаңа тұрақты пештерде коксты толыққанды қолданбауға болады. Бірінші бұл капитал сыйымдылығы, бұл пештердің. Екінші хром шығындары қалай орындалады. Ол яғни хром кені, тотықстанғыш, электр энергия және басқа да материалдар. Дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Жоғары көміртекті феррохром өндірудің дәстүрлі технологиясы сипаттаңыз. Классикалық технология бойынша қандай шикізат түрлері қолданылады? Бұл технология кемшілігі қандай? Қазіргі уақытта жоғары көміртекті феррохром өндірісін жетілдірудің басты ғылыми техникалық бағыттары қандай? Хром өндірісінің энергия тиімділігі және экологиялық қауіпсіздігін арттыру үшін қандай шешімдер енгізілуде? Қазақстандағы жоғары көміртекті бар негізгі бағыттарын атаңыз. Оптокомпы технологиясының айырмашылығы неде? Премус технологиясы неде? Айнымалы ток пештерінде, тұрақты пештерде қандай? Бұл дәріс бойынша қолданылған әдебиеттер тізімі. Дәріс аяқталды, сау болыңыздар.